أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء. Бұл Алла Тағаланың қойған қағидасы, ережесі отбасылық өмірде ер адамдар, еркектер деген мағынада, жігіттер деген мағынада, ер адамдар өздерінің әйелдерін басқарушылар, билігін жүргізушілер, отбасылық өмірді ұйымдастырушылар, жоспарлаушылар, соңғы шешім өздеріне тән болушылар, меңгерушілер, игерушілер, қожайындар. Ер адамды Алла мен елшісі басқарады. Бұл жерде мүминдерге айтылып жатқан нәрсе. Ер адамды, еркек деген кім? Алла мен елшісіне басқарылған адам. Алла мен елшісі басқаратын адам. Осылайша ер адамды Алла Тағаланың өзі және елшісі басқарып жатқан болса, онда әйелін сол ер басқарады. Бұл қай жақтан келген нәрсе? Бұл бірнеше жылдық тәжірибеден шыққан нәрсе ма? Біреулерден алынған модель ма? Бір басқа бір мәдениеттерден? Жоқ, бұл Алла Тағаланың өзінен түскен қағида. Бұл Алланың отбасына қойған моделі. Бұл ешқашан өзгермейді. Сондықтан да Алла Тағала бұл нәрсені өзіне қарай алып, бима фаддалаллаху бағдахум ала бағд. Аллах Тағала еркекті еркек қып, әйелді әйел қып жаратқандықтан. Алла Тағаланың жаратудағы заңдылығы. Ер адамды бір саты артықшылыққа иелендіріп, осындай бір кеңшілігін қалағандықтан. Сондай-ақ ер адамды осы нәрсенің, осы қағиданың Алланың қасында дұрыс екендігін көрсете алу үшін оған да бір жұмыс қалдырды. Яғни сондай-ақ сен мына нәрсені істе, осы мәртебені өзіңде сақтай алу үшін дейді. Ол қандай деген кезде еңбекқор болып, Алла Тағаланың өзінің тағдырына, маңдайына жазған деңгейіндегі ризықты. Яғни сол ердің өзі емес, әйелі қалаған көлемді емес, Алла Тағала тағдырына жазған ризықты тауып, сол мал-мүлікпен әйелдерін асырап жатқандықтан дейді. Егер де бұл қағида бұзылып кететін болса, ер адам жалқаулыққа салынып, әлсіздікке салынып, менің тек қана мынандай ғана дипломым бар, менің қолымнан басқа жұмыс келмейді деген әңгімелер басталатын болса, онда экономикалық жағдайды реттеу үшін әйел адам ақылын аттап, мына қағиданы аттауға мәжбүр болып жұмысқа шығады. Асырау керек еткенде. Сондай бір жағдаймен ер адам бұзып алмау керек бұл қағиданы. Алла Тағаланың өзіне берген артықшылығын өз аяғының астына таптамау керек. Осылайша Алла Тағала ер адамның орнын, әйел адамның орнын баяндап жатыр. Ер адам әйел адамды басқарушы. Өзінің әйелін басқарады. Өзінің әйелінің қожайыны, отағасы. Біріншіден Аллах Тағала оны еркек қып жаратқандықтан, заңдылық. Екіншіден ол әйелін асырап жатқандықтан. Бұл да заңдылық. Сондықтан ер адам осы екі нәрсені әрдайым есінде тұту керек. Осының негізінде ер адамды Алла Тағала және елшісі басқарғандықтан, ол да әйелін басқарады. Сол білімнің негізінде. Аллах Тағала бірімізді бірімізге сынақ қылып, осындай бір артықшылықтарды берді. Осы нәрсеге адам, әйел адам, ер адам жалпы енді ақылына салып, ақыл тарасына салып, Аллаға деген, елшісіне деген, ақыретке деген иманның негізінде ойлап, байыбына барып қарайтын болса, бұл керемет жүйе өзі Алла Тағала тарапынан қойылған, Алланың білімі мен даналығына негізделген нәрсе. Ал енді көңіл қалауына, амбицияларға, сезімдерге қарайтын болса, жалпы бүкіл нәрсе дұрыс емес болып шығады ол адам үшін. Мысалы, бір адам көшеде келе жатып, бір жолдың қисық жеріне сүрініп қалатын болса, ол бірден істі Алламен байланыстырмайды. Мына жердің жолын қашан түзейді екен осы? Ана басшылар қандай нәрсеге қарап отыр екен деген нәрселерге кетеді. Адамдардың 99%-ы осылай ойлайды өзі өмірінде. Әрбір кездесіп жатқан құбылысқа біреу кінәлі да, ол ешқашан Алла Тағаламен байланыстырмайды істі. Егер ол сол жерде Раббым, мен түсіндім, белгілі бір күнәм үшін сүрінген шығармын, мені кешіре көр деген мағынаға кіретін болса, осыны ақылды жоғалтпау деп айтады. Сол секілді Аллах Тағала әйел затын сондай бір өзіне тән болмыста, табиғатта жаратқан. Және оның орнын белгілеген. Бұл Алла Тағаланың берген орны. Алла Тағаланың өзіңізге берген орнымен мақтану керек. Ол Алланың саған сүйген орны. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға адамдар келіп, өте бір мақтаулы сөздер айтқысы келеді.
Алайда Аллах тағала ол сөздерді жақтырмайды да, мені тек Алланың құлы, елшісі деп қана айтыңдар. Міне Алла тағаланың маған берген мәртебесі осы дейді. Осы мәртебеде мені ұстаныңдар. Сондай-ақ үйінде қанша еңбек жасаса да, Алла тағаланың тағдыры пәрменді болғандықтан, сондай бір экономикалық жағдайлары қиын болып, Айша анамыз айтқандай, апта бойы от жақпайтын кезіміз болған. Яғни пісіретін тамақ жоқ. Мен сол кезде сол нәрсенің өзіне мақтан алған ол кісі. Менің осы жағдайым өзім үшін мақтаныш дейді. Ешкімге наразылық жасамайды, тағдырға претензия жасамайды, ешкімді кінәламайды. Әйелдер де осы нәрсеге үйренді. Алла тағала пайғамбарымыз үшін өмірдің қандай жолын сүйген болса, олар да сол жолды сүйе алды. Жаңағындай бір тәрбиелік мағыналарды Алла тағала реттегеннен кейін, өйткені олардың негізгі мақсаты Алла және ақырет. Ақыретті дүниеден артық қойған. Болды. Дүниенің кез келген мәселесі олардың санасын енді билей алмайды. Оның барлығы олар үшін қызмет жасау үшін жаралған нәрселер ғана. Қайсысына қолы жетеді, альхамдулилля. Қайсысына қолы жетпейді, альхамдулилля. Міне сол кезде денсаулығы да, күллі жан дүниесі де тыныштық табады. Алла тағаланың әміріне қарай тыныштық табу. Міне бұдан асатын бақыт жоқ, ер адам үшін де, әйел адам үшін де. Кешегі ібліске қарайық мысалы. Аллах тағала қалады Адам алейхиссаламға артықшылық беруге. Сөйтіп оны көп нәрселерге үйретіп, қаншалаған нәрселердің атауларын үйретіп, мен оны жердің бетінде осындай халифа жасаймын деп. Сөйтіп періштелерге мойындаңдар адамды. Мәртебесін мойындаңдар, мен берген мәртебені деп отыр. Ол адам өзіне өзі жасап алған жоқ оны. Ол Алланың берген артықшылығы. Ондай нәрсе қызғанылмайды. Ондай нәрсе, я Раббым, сен күшті білесің, сен артық білесің, сен не істеп атқаныңды білесің деп қабылданады, мойындалады. Ал енді ібліс мойындамады. Топырақтан жасалғанға мен оттан жасала тұра сәжде жасамаймын деген сөздерді айтты. Әлі күнге дейін, қияметке дейін, сондай-ақ ақыретте де мәңгі бақи тозақтықтардан болады. Күпірліктің жолын таңдады. Күпірлік не арқылы іске асты? Ода құлшылық болмады ма іблісте? Білім болмады ма ода? Періштелердің арасында жүрмеді ме? Жоқ, бірақ нәрсе құртты оны. Алланың біреуге берген орнын, артықшылығын, соған наразылық танытып, соны көре алмады. Сол секілді осы жерде ақыл деген нәрсе, ол Алла тағаланың берген нәрсесіне көну. Егер адам, әйел адамда ақылды болса, өзінің жаңағы таңдап қосылған, ақ некемен қосылған ерін таңдаған кезде, ерін жақсы көрген кезде, арада сынақтар болмай тұрмайды. Алайда ол ерді таңдаған кезде, ерді жақсы көрген кезде, Алла тағаланың ол еріңізге белгілеп қойған тағдыры бар. Ол пысық болса да, баяу болса да, оған Алланың жазғанынан басқа табыс келмейді. Ол қанша жерден еңбекқор болса да. Сондықтан әйел адам ерін сүйген кезде, оның үйге әкеліп жатқан табысының мөлшеріне дейін сүю керек. Ең басты нәрсе, оның үйге әкеліп жатқан нәрсесі адал болу керек. Кез келген сахаби әйел күйеуін таңертеңгі уақытта, кешегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасағандай, олар да таңғы зікірлерін жасап, әйелдеріне 5 минутке кіріп шығып, сәлемін тілеп, Алла тағаланың дұғасын жасап шығып баратқан кезде әйелдері былай деп айтады екен: үйге тек қана адал тамақ әкел, адал ризық әкел. Біз аштыққа шыдаймыз. Қараңыздар, ақырет қандай күйде жұмыс жасап тұр. Біз аштыққа шыдаймыз, тозаққа шыдай алмаймыз деп шығарып салатын күйеулерін. Міне. Сондықтан да күйеуінің шамасы жетпейтін нәрсені талап ету, ол дұшпандық. Күйеуінің әкеліп жатқан табысына наразы болып жатсаң, неге бұдан да көп таппайсың деген нәрселер болып жатса, дүниені артық сұрайтын нәрселер болып жатса, бұның барлығы сол қиянат. Алдыңғы сабақтарда айтылған дұшпандық, наразылық, ар жағында Алланың жазған тағдырына наразылық кетіп отыр. Бұны түсінбейді адам. Осы нәрселерді ақыл таразысына салатын болса, онда ондай әйелдер өте керемет әйел болады ол. Егер де сіздің өміріңіз пайғамбарымыздың қасындағы жұбайларының өміріне ұқсаса, кейде апта бойы тамақ жемейтінбіз дейді. Үйінде бір кішкене ғана арпа тұрады. Жегені сол арпаның шелпегі, ішкені сол арпаның сусыны. Осындай нәрсені ғана Алла тағала оларға нәсіп ете тұра, түндері намаздан үзілмеген, көздері Алла тағаланы разы етуден үзілмеген. Ал бүгінгі мысалы заманның өзі тоқшылық заманы ғой.
Қазір бүгінгі күні ең жағдайы төмен дейтін адамның үйіндегі тағам дастарханымызға қарайық өзіміздің. Пайғамбардың дастарханында болмаған ондай нәрсе. Саллаллаху алейхи вассалам. Айша көрмеген ондай дастархандарды. Умму Саламалар көре алмаған ондай нәрсені. Сондықтан ойлаңыз. Сізге беріліп жатқан нәрсе сіз жақсы болғандықтан беріліп жатыр ма екен? Әлде сынақ па? Мысалы кешегі Мұсағап ибн Умайр. Бір қыз баланы алайық. Өте бай әулетте өмір сүрді дейік. Кейін өзінің таңдаған күйеуінің жағдайы ондай емес. Енді ол бұрынғы нәрсеге үйреніп қалдым деп сол нәрсені талап ете беретін болса. Егер де ол менің шамам жетпейді, тек осындай күйде ғана өмір сүремін деп айтатын болса, өз еркінде, бірақ ол сондай жағдайдағы күйеуді таңдау керек онда. Ал енді өзінің таңдап қосылғанының әлеуметтік деңгейі жаңағындай бір орташа болса, бұрынғыдайға келмейді. Қалай істейсің онда? Мысалы Мұсағап ибн Умайр. Анасының қасында енді қалаған нәрсесі жүзеге асатын бала еді. Боз бала, сондай нәзіктікте өскен. Сұраған нәрсесі алдына кеп қойылатын бірден. Алайда Аллах тағаланың елшісіне иман келтіргеннен кейін анасы сондай шарт қойған: не Мұхаммедті таңда, не мына дүниені, осындай бақытта өмірді дегендей. Енді өздері үшін бір бақыт қой. Осындай молшылықты таңдайсың ба қасымда жүруге, әлде Мұхаммедті таңдайсың ба дегенде, Мұхаммедті таңдаймын дейді. Сол күннен бастап бітті жаңағы нәрсенің барлығы. Сол Мұсағап ибн Умайр деген мысалы. Қараңыз, өзін дүниеден гөрі Алланың елшісін таңдағандықтан жалғыз сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны таңдады Мединаға, ансарларды тәрбиелеуге хижра жасардан алдын. Неге? Дүние ала алмады оны. Бүгінгі күні де ерлерімізді, әйелдерімізді дүние ала алмау керек. Бұл емес біздің мақсат. Бұның барлығы Алла тағаланың қалауымен қолыңызға келетін нәрсе келеді ол. Бұл емес еріңді көтеретін нәрсе. Бұл емес уайым қылатын нәрсе. Бұған қазір пайғамбарымыздың Омарға айтқан өсиетіне де келеміз. Сол жерде пайғамбарымыз көрсетеді. Сондықтан да Алла тағала бізді осындай тура жолдың өнегесі қылғаннан кейін, Алла тағала бізді жердің бетіне орынбасар қылып жаратқаннан кейін, ол тек қана Адам алейхиссаламға қатысты сөз емес ол. Сен бүгін өзіңнің әулетіңде, өзіңнің отбасыңда, осы қоғамның ішінде Алла мен елшісінің тәрбиесінің ең керемет тәрбие екендігін көрсете алатын отбасына айналу керексің. Әйтпесе миссияң тоқтады. Бітті. Батыстың модельдеріне қарай сол модельге қызығатын болсаң, қасиетті Құраның бола тұра қасыңда. Сол нәрседегі қылықтарды жұқтыратын болсақ біз, қандай үмбет боламыз біз? Исламды қалайша біз бәсекеге шақыруға тастай аламыз адамдарға? Сондықтан осы нәрселерге жақсы ой жүгірту керекпіз.